Европада болып көрген деріңіз бар ма? Осы Европада осы біреудің шекарасы деген нәрсеге қатты қарайды. Өзінің шекарасы біткен жерден бар ғой, болды, жоламайды ары қарай. Ол ананың шаруасы, болды, менікі емес. Өте кәдімгі сау құрылған нәрсе да. Қазақтар өз неміз ғой, солай бір өз сыймайтын жерге қазақ түйесімен кіреді деген сияқты біз кіріп аламыз ғой ана жерге бар ғой. Неміз бар ода. Өзінің шамасын білген адамға Алланың рахымы жаусын дейді. Қазақтың сөзі де енді. Шынымен өзіміздің шаруамызды жүйелеген кезде өз Құдайдан береке келе береді. Бізден береке қашып тұрса, қыздар, жігіттер, ол өзімізге қатыссыз, маңызсыз, өзімізге қатыссыз шаруалармен айналысып жүрміз. Әлемдік бестселлер психологтардың кітабынан да көрдім бұл нәрсені. Ол қалай? Круг влияния, круг волнения деген нәрсе бар. Білесіздер ғой, біз көбіне круг влияниемен айналыспайды екенбіз. Қолымыздан не келеді? Мына бауырмен әңгіме келеді. Сіздер сияқты кездесуге келуіме болады, кітап жазуыма болады, немесе сабағымды дұрыс оқуыма болады, мамама звондауыма болады, ауылыма көмектесуіме болады. Білмеймін, қолымыздан келетін бір нәрселер бар, оны істемейміз круг влияниеміздегі. Керісінше круг волнениедегі Тоқаев не істейді, келесі жолы кете ма, келесі президент кім болады екен, не қыламыз оны біз? Өзіміздің мойнымыздағы бар функцияны қазір дұрыс атқарайықшы. Сол кезде біз жақсы азамат боламыз, Қазақстанның болашағына үлес те қосқан боламыз деп ойлаймын. Рахмет.